Қайырлы күн, қымбатты зиялы қауым. Біз Солтүстік Қазақстан облысы, Петропавл қаласы, Мағжан Жұмабаев атындағы IT мектеп-лицейдің қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі, педагог шебер Жүзен Бақыт Ермекқызы және қазақ тілі әдебиеті мұғалімі, педагог шебер Ауғанбаева Зухра Нұрмолдақызы. Жалпы нәтижеге бағытталған білім беруде әрбір істің бастамасы ретінде біз өз арамызда кез келген мәселені ең алдымен қарастырар кезде зерделеп аламыз. Содан кейін барып, әдістемелік бірлестік ішінде қарастырып, кейін мектептің әдістемелік шеберхана орталығында ортаға саламыз. Осындай нық қадамдардан кейін ғана қалалық, облыстық, республикалық деңгейде тәжірибе алмасуды жоспарлаймыз. Біз бүгін әріптесіміз Бақыт Ермекқызы екеуміз тәлімгерлік дегеніміз не? Тәлімгерліктің қандай түрлері бар және мектепте тәлімгерлікті қалай ұйымдастыруға болады деген бірнеше сұрақтар төңірегінде өз тәжірибемізбен бөліспекшіміз. Тәлімгерлік тәжірибелі ұстаз бен жас маман арасындағы бірізді жоспарланған жұмыс түрі. Бұл жұмыс бір ай көлемінде емес, тіпті бір жыл көлемінде емес, нақты жас маман аяқтанып кеткенше дейін жүретін үздіксіз үрдіс. Егер өмір бойы оқу қағидатын еске алатын болсақ, бұл үздіксіз тәжірибе ұстаздық жолында үнемі сараланып отыру қажет. Тәлімгерлік ол өте кең ұғым. Біз көбіне тәлімгерлікті бір жақты қараймыз. Яғни, бір жылдан 3 жылға дейінгі өтілі бар жас маман мен тәжірибелі мұғалім арасындағы әдістемелік көмек ретіндегі қарым-қатынасты аламыз. Ал бұлайша өмірде сол жас маманның сабақ берумен қатар сынып жетекшілік, мектеп ішіндегі қоғамдық жұмыс секілді бірнеше өзінің тағы да қосалқы міндеттері бар ғой. Осы тұрғыда тәлімгерлік тек қана тәжірибелі мұғалім мен жас маманның арасында ғана емес, сонымен қатар жас мұғалім мен сынып жетекшісінің арасында, жас мұғалім мен кітапханашының арасында, жас мұғалім мен ата-ана арасында секілді және жас маман мен әкімшілік арасындағы деп бірнеше бағытта кең өріс алғаны дұрыс. Сол кезде ғана тәлімгерлік толыққанды жүзеге асып алға қойылады. Біз тәлімгерлікті жан-жақты қарастырамыз. Біздің мектеп-лицейіміз 2021-22 оқу жылынан бастап IT мектеп-лицей атанып, жаңадан жұмыс бағытын өзгерте бастады. Бұл біздің алдымызға жаңа міндеттер мен мақсаттар қойып отыр. Шынымен де, пән мұғалімі ретінде біз Listen Study зерттеу сабағын бірізділеп жүрміз. Сонымен қатар STEAM білім беру бағытында жас ұрпақты болашақта қоғамдық өмірге әлеуметтенуге нық қадам басу үшін бірнеше жұмыс түрлерін қазіргі таңда әдістемеде еркін қолданып жүрміз. Бірақ заман сұранысы ретінде қазіргі таңда IT білім беру, IT технологияны білім үрдісінде қолдану, сонымен қатар оқушыларды медиа сауаттылыққа, IT білім қағидаттарына үйрету, ол да біздің алдымызға қойған міндеттердің бірі болып отыр. Осы бағытта біз жаңа құрылған IT мектеп болсақ та, өзіміздің осы бағыттағы бірнеше жұмыстарымызды қазіргі таңда республикалық бағытта тәжірибе ретінде көрсетуге жарап қалдық деп айтсақ та болады. Өткен оқу жылы өткен республикалық Мағжан оқуларының барысында келген топ жетекшілеріне біз осы IT технология мүмкіндіктерін қалайша қазақ тілі мен әдебиет сабақтарында кіріктіре оқытуға болады деген қағидатты негізге алып тәжірибе бөліскен болатынбыз. Бұл жерде мысал ретінде айта кету жөн, тәжірибелі маман ретінде қазақ тілі әдебиет маманы мен мысалы жүретін болсам, қасымда Қуат Дулатович деген жас маман осы цифрлық платформаларды қалай қолдануға болатынын қолдау көрсетіп, үйретіп, тәлімгерлік жасады.
Енді нақты атап кететін болсақ, әдебиет сабақтарында образды ашуды ұтымды қай платформаларда пайдалану керек болады болса, бұл жерде Vegas Pro бағдарламасын атап кетуге болады, және анимациялық Scratch бағдарламасы өте ұтымды көрінеді. Бұл жерде біз оқу мақсатына сай кейіпкердің образын сомдау үшін IT бағытындағы мүмкіндіктердің ішінде нақты дыбыстау ерекшелігін алдық. Яғни оқушылар дыбыссыз көрсетілген үзіндіні өздері қалай көз алдарына елестетеді, қазіргі қоғам мен қазіргі өмірмен байланыстырып дыбыстады. Кейін сол үзіндінің түп нұсқасымен танысып, өздерінің ойларын бірізділеп жүйелей алды. Және де бұл мүмкіндік балалардың сол шығарманың үзіндісіне қызыққаны соншалық түп нұсқасын оқуға бағыттады. Яғни бұндай тәсілдер арқылы біз оқушының IT құзыреттілігін ғана дамытып қоймаймыз, сонымен қатар көркем шығарма оқуға деген қызығушылықтарын да оятып жатырмыз деп айта аламыз. Жалпы жоспарлау мақсатына келетін болсақ, информатика сабақтарында 5-ші сыныптан бастап анимация түрлері өткізіледі екен. Осы тәсілді 5-ші сыныпта да қазақ тілі әдебиет сабақтарына кіріктіріп, интеграциялық сабақ ретінде жоғары деңгейде бүгінгі өзінің нәтижесін көрсетіп жатыр деуге болады. Бұл мысалы тәлімгерліктің ерекше бір түрі деп айтуға болады. Өз ара қарым-қатынас, нәтижелі қарым-қатынастың түрі. Біз әріптесіміз Бақыт Ермекқызы екеуміз осы аз ғана сұхбаттың ішінде тәлімгерліктің тек қана жас маман мен тәлімгер ұстаздың арасындағы қарым-қатынас емес, ол бір тұтас үрдіс екенін, ол мектептің бастан аяқ оқу тәрбие процесінде алмасып жататын жұмыс түрлері екенін жеткізуге тырыстық. Және де осы тәлімгерлік бағытта тәжірибе алмасу қажет болған жағдайда өз көмегімізді аямаймыз деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.